Ассалаумағалейкум, ардақтаған ағайын армысыздар. Елімізге үлгі болатын Қазақстан темір жолына өмірінің 39 жылын арнаған Кенғали Асқанбаев Зұлқарнай ағамыздың үйінде сұхбатымызды жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум. Кенғали ағамыз. Қалайсыз, ал? Елімізге үлгі болатын мерейлі отбасыларымыздың бірі. Біздер бүгін міне Асқанбаев Кенғали Зұлқарнай ағамыздың үйінде қонақтамыз. Үлкен отбасы екенсіздер. Ал қош көрдік. Енді Кенғали аға осы Қазақстан темір жолына 38-39 жылдай қызмет жасап келе жатсыз. Енді өзіңіздің отбасы жөніңізде таныстырып жіберсеңіз, отбасыларыңызбен, әулетіңізбен және осы Қазақстан темір жолы туралы, бұл мамандыққа қалай келдіңіз, сол жөнінде бір айтып кетсеңіз. Рахмет, бүркіттенім. Енді бірінші кезекте жанұя дейді, жанұям жөнінде қысқаша айтып шығайын. Енді мынау үлкен жоғарыда там мамамыз, Талшын деген, Атыран атағын алған. Союз кезінде де Қазақстанның екі медаль екеуі көрініп тұрған. 10 ер бала, 3 қыз құрсақ көтерген. 40 немересі бар, 64 шөбересі бар екен. Осын мұна екінші ерді отқан мұна үлкен жеңгем, қайтқан ағам бар. Гүлсара деген жеңгем бар. Сосын қарындасым біреуі қатысып отыр, енді осы дастарханда қазір кәкіресі келіп атқан неге кезде. Отырған құдағайымыз, үлкен ұлымның қызының мамасы, келін, бірін үлкен келіннің. Одан Дәурен деген балам, бұл темір жолды жасайды. Диспетчерлік басқару несінің механигі. Одан кейін ең үлкен ұлым Мұхтар. Бұл тепловоздардың қауіпсіздік қондырғысының тексеріп жолға салатын, соған қағаз беріп справка береді, бұл тепловоздың несінде. Бірақ біздің мекеменің несінде. Одан кейінгі ұлым Арман, бұл енді спорт жағында, темір жол жағына өзі қолайланады, спорт. Волейбол жағында, осы облыстың командасында кандидат мастер спорта деген несі бар. Ертең Өскеменге жүрейін деп жатыр, облыстың атынан волейбол командасы. Қызым қайда менің? Мөлдір дейтін қызым мынау. Биыл мектеп бітіріп, студент, Бесентте. Халықаралық қатынас несінде, ағылшын тілінде оқып жатыр. Немерелеріміз Алмас дейтін 8 оқиды, Нұртас дейтін 4 оқиды, Бауыржан дейтін 3 оқиды. Мынау енді менің жолдасым, Атыраудың қызы, осы техникум бітіріп келіп, қосылып, екеуміз темір жолда біргеміз, екі ұлым темір жолда. Өзім 4 адам темір жолдамыз. Жақында түскен келініміз, тоже аты Мөлдір. Осы, Казатыкада колледжде сабақ береді, мұғалім есебінде. Бәрекелді. Бір үйде сонда байқап отырсақ, 4 кісі қызмет жасайсыздар. Темір жолда. Өзіңіз, жолдасыңыз және 2 балам. 2 ұлым. Бәрекелді. Ал енді осы жұмыс барысында жалпы Кенғали аға бір жақсы естеп енді қалатын кездерде болады. Бұл мамандыққа қалай өзіңіз қызығып әлде түстіңіз ба, әлде бір аяқ асты біреулердің айдауымен балам сен сояққа оқуға түс деген ниетпен түстіңіз ба, сол мамандыққа қалай келдіңіз, сол жөнінде бір айтып жіберсеңіз. Айтып өтейін. 81-дің декабрьінде армиядан келіп, ол уақытта енді ауылдық жерде өстік, Жармыш деген шетпенің қасында. Ол жерден совхоз дейтін ауыл, жұмыс көп жоқ. Содан енді менің темір жолшы болуыма себеп болған бір Қоңыратбай дейтін ағам болды. Ол темір жолды жасап жүреді, бізге келіп амандасып кетеді. Содан маған темір жолға келесің бе? Содан сол жерден темір жолшы, оның ішінде автоматика деген. Енді автоматика дегенді мен өзім электроникаға жақындау болдым, телевизор жөнінде деп шұқынам әйтеуір. Физиканы жақсы еттім мектепте. Содан автоматика деген саласын қолайлап 81-де жұмысқа кірдім, 82-де Ақтөбенің техникумына түстім. Ол кезде енді колледж емес, техникум. Соны 3 жыл бітіріп, 85-де келіп, Шетпе дейтін жерге жолдамамен жібереді 3 жылға. Ол кезде дипломын бермейді, 3 жылға жолдама береді. 3 жыл бітіргеннен кейін қайда барсаң онда, сонымен
Шетпеде сол 3 жыл механик болып, ары қарай соның темір жолдың қиындығы, қызығы, автоматика деген енді кілең схемамен жұмыс жасайды. Біздің жұмыстың негізгі несі бағдаршамдарды дұрыс атқарылып тұруы. Сосын мына жолдарға, жолдарға жаңағы бұрма дейді ғой, стрелка дейді. Солардың автоматтық басқарылуына бір адам басқарып отырады, соның жұмысын біз жасатып қоямыз. Үлкен схема, үлкен кішкене немен жұмыс жасайтын не. Сондай қызығы бар. Сосын көп жүресің, жаңағы ақауларды іздейсің. Ол ақау тапқаннан кейін өзің не боласың да, кәдімгі тапқаннан кейін. Осыменен енді 38 жылда жұмыс жасап қалдық. Одан 9 жылдан кейін мен енді бас инженер болып шақырды Шетпеде сол 9 жыл жасадым. Сосын 1 жыл жұмыс жасап, одан кейін жаңағы орынбасарлығына ауыстым. Енді орынбасарлық деген тіке именно осы жұмыстың несін етеді. Сол арасында бір азғантай бір строительный құрылыс компаниясын жасадым Алматының. 2007-тен бері енді қайтадан бас инженерлік болып, өзімізде отделение ашылды. Атыраудан бөлініп шығып, Маңғыстау отделениесі, бөлімшесі дейді қазақшасы. Оған дейін біз 2007-ға дейін Атырау бөлімшесіне қарап, мына жерде тек жаңағы несі болды. Аяқ басқарып отырды, мына жерде не болды, орынбасары басқарды. Содан 2007-те өзіміз Маңғыстау бөлімшесі болып ашылып, сол мені де жұмысқа шақырып, сол өзімнің мамандығым бойынша бас инженер болып келіп, қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмыз. Жұмыстың қиындығы бар. Бізде күн демейді, түн демейді, пойыз жүру керек. Кез келген уақытта тұрғызады, кез келген уақытта кете береміз. Адамдарымызды тона өзіміздің неміз енді тона Бейнеуден бастап, мынамыз болашаққа дейін 760 километр жерде жұмысшыларымыздың бәрін сол жұмысын басқарып, сол ұйымдастырып, ақауға көмекке барамыз. Орынбасар, мен бас инженер, басшымыз бәріміз. Соны қадағалап отырамыз. Ең қиын жұмыс автоматика, сәл қате болса, пойыз бен пойыз. Көктің орнына қызыл жанса, қызылдың орнына көк жанса, ең қиын жағдай осыда бізде. Соқтығысып қалуды. Соқтығысады. Сосын ана өзі пойыз қабылданатын, жаңағы жол бос болмай, бос емес жолға қабылданған жағдайда, кәдімгі тепловоздан келіп соғып, ондай жағдайлар көп жерлерде болады. Кішкентай қатеден схеманың осындай жағдайға дейін келеді. Қауіпсіздік деген өте бізде ең бірінші кезекте тұрады. Сосын жұмысымыз күні-түні. Құрметті көрермен, сұхбатымызды осындай керемет мерейлі шаңырақта жалғастырамыз. Енді Кенғали ағамыздан азғантай мағлұмат алдық қой. Мен де өмірде таң қалып отырмын. Бір шаңырақта ерлі-зайыпты бір мамандықты меңгеріп, оның ұл-қыздарда меңгеріп жатырғанда байқап жатырмыз. Енді сол анамызға сөздің кезегін бұрайық. Ал енді Маргарита анамызға, енді бұл жолға қалай келдіңіз? Қазақстан темір жолында сізде қызмет жасап жатсыз. Бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Қай жақтың қызысыз? Сол өзіңіз жайлы бір айтып жіберсеңіз. Рахмет. Мен Атыраудың қызымын. Атырауда туып өскенмін. 13-ші мектеп болды, Крупская деген. Сонда оққанмын. 8-ші класс бітірдім. Өзім қасымда дос қызым болды, Зәуреш деген. Сол қызымыз екеуміз қаяққа оқуға түсеміз деп ойланып отырғанда папамыз тиесін. Ойбай, темір жолға барып түсе ғой, темір жолдың ақшасы көп қой деп маған сөйтіп сілтеді. Темір жолдың несіне, темір жолдың виші болған жоқ бізде Атырауда. Техникум болды. Соған барып түстік. Түскенде ол кезде 3-4 мамандық болды. 3-4 мамандықты бізге анда приемныйға барғанда қайсына түсесің деп айтпайды. Келді автоматика ма, одан экзамен тапсырамызда мә түсіп қалдық деп түстік. Түскеннен кейін енді оққаннан кейін уже белгілі болды ғой, қай мамандыққа тап болғаныңды. Шынымен керек, шынымен де. Ол акасы ер адамның мамандығы екен, автоматика, телемеханика. Сонда да сол мамандықта ол бағанағы қыздарда оқып жатыр. Соны енді оқып бастап кеттік 4 жыл бойы. 4 жыл оқыдық. Одан кейін бағанағы жолдасым айтқандай 3 жыл несі бар оның? Жолдама маған Маңғыстауға.
тиді. Сол жолдамамен біз осы жаққа келдік 85 жылы июльде. Июльде келдік, июльде келгенде бана Омиржанов деген директор болды біздерде, Шычыда, Шычы 12-де. Сол мені Шетпеге жіберді. Шетпеде 3-4 қызбенен общежитиеде тұрдық. Сол кезде қарайған жастар болып жиналдық қой. Бәріміз де болдық ол жерде. Ол жерде жолдасымен де таныстым. Көп адамдар болды ол жерде. Марзия болды, Карбоз болды, бәрі де темір жолда жұмыс істеп жатыр олардың бәрі де. Кенғали ағамызбен сонда? Иә, Кенғалиямен сонымен таныстым. Иә, жоқ, сол жерде жұмыс істеп жүргенде, Шетпеде. Иә, Шетпеде. 86 жылы бірге тұрамыз деп үйлендік. Содан бері театрымыз ғой. 9 жыл бойы Шетпеде жұмыс істедік. Мен сол кезде механик болдым. Одан кейін тұрмыс құрғаннан кейін, балалы болғаннан кейін дом связь дейтін болды. Сол жақта жұмыс істедім, телефонистка болып. Ол жақта лаз болды, лазға да жіберді, оны жұмыс істеп. Сөйтіп жүргенде 9 жыл өтті. 9 жыл өткеннен кейін жолдасымды Маңғышлаққа аударды. Зам болып барасын дегесін, сосын бізді артынан еріп бардық қой. Станция Маңғышлаққа. Сол жақта енді қазір жұмыс істеп театрымыз Шычы 10 мекемесінде, құжаттар бөлімінде 34 жыл болды. Енді анамызға тағы да бір әдемі сұрақ туындап отыр. Енді ана, осы бір үйдің ұйытқы болатын анасыз ғой, осы балаларыңызға сіз бе, әлде әкеңіз бе осы мамандыққа түсуіне қарап отырсақ, Мұхтар деген ұлыңыз темір жолшы, Дәурен деген ұлыңыз темір жолшы екен ұлдарыңыз. Және енді осы мамандыққа сіздер ма итермелеген, әлде өздері ма таңдаған? Былай қарағанда енді біз екеумізде темір жол болғасын, темір жолдың саласында жұмыс істегесін, олар өздері енді кішкентай кезінен көріп келе жатыр ғой біздің жұмыс жасап жатқанымызға темір жолдан. Әкесінің жұмыста жүргенін ода көп үйде болған жоқ. Былай қарағанда көбінесе далада жүрді, повреждение іздеп айтып отқандай. Сол енді балдар өсе бергенде енді сол кезде мына үлкен ұлым дейтін былай қарағанда мектеп бітіргенде Есентте оққан, мұнайшыда. Сол мұнайдың несін бітірген ол, дипломы бар қолында. Сол мамандықпен ол жұмыс таба алмады шынымен керек болса. Сол жұмыс таба алмағаннан кейін біз сосын өзімізше шештік қой, не де болса сол темір жол болсын деп. Сол темір жолдың сол колледжіне түсіп, қайтадан оқып, 2 жыл оқып, сол мамандыққа ие болды ол. Ал екінші балам енді ол басында программист. Соны бітірген. Содан кейін біз айтты оған программист болған кезінде сен бәрі ондай қырып ақша таба алмайсың. Сондықтан жайлап не де болса сен де қосыла бер біздің қатарымызға. Темір жол ешқашанда ол айтқандай дұрыс, ол мамандық темір жол болғасын, ол үкіметтікі болғасын, жұмысын жасай бер. Біз де соғанда жұмыс істеп келатырмыз ғой көп жыл бойы. Сол біздің артымызды қу деп, ол баламды біз темір жолға неттік, бұрып жібердік, шынымен керек. О да тоже темір жолдың КЗТК-сын бітірген, высший, сондай мамандыққа ие болып отыр. Ал енді осындай керемет көңілді отбасы екен. Айтады ғой, жүретұғын жанына жина берен, ақындарда параққа құйған өлең, пайғамбардың хадисінде ұрандайды, анаңды аналарды сыйла деген деп. Енді осындай үлкен, керемет, көңілді, тәртіпті, тәрбиелі, өнеге болатындай отбасыға ұйытқы болып жатқан үлкен анамыз бар. Талшын әжеміз, жасыңыз осы 80-нен 90-ға таяп қалған сияқты, 88-дегі әжеміз, 13 баланың анасы, 40 немересі бар, 64 шөбересі бар. Бұл енді Алланың бергені ғой. Ал осындай керемет отбасыда ұйытқы болып жатқан анамызға сөздің кезегін берейік. Кенғали ағам, балаларыңыз енді көп қой. Кенғали ағам осы мамандыққа қалай өзіңіздің жақсы бір отбасыңыз жайлы айтып жіберсеңіз. Біз енді ертеде туған анамыз ғой, көп оқуға да мектепке де көп қатыса алмағанбыз, жоқшылық уақытта. Әке жоқ болды, шеше мал бағып жүрді, онымен оқи алмай. Соның өзің айтыр, тұрмыс құрыптың ғой, соның Алланың о да бір
маған берген Алланың пейілі дағы. Иә. Содан енді қиыншылық та болды, оңайшылық та болды. Малда жүріпті де босандым. Біреудің жаңғыз екі кемпірдің ортасына бір шалға келген екенмін. Ол кісі де сауаты жоқ, екеуміз қол ұстасып жүріп, 12 балалы болдық. Қол ұстасып жүріп. Ол бармаса мен барам, мен бармасам ол барады малға. Мал деген қиын болды ғой, өзің күнелтісің, оқуың жоқ. Сонымен әйтеуір біраз жерлерді оралып барып, әйтеуір бас қусырып, осы балдарымыз ер жетіп, олар адам алып, адам болып барымызда кеттік қой енді, оның түпкі қазығын адамға өзіне белгілі ғой енді, жоқ болса. Көп семьялы адам болғанымыз жоқ, енді тек бірақ көп семья бала болды, шалымыз ертеден кетіп қалды. Осыларды бағып, мына оқитын болды, пойызға индесе үйдің қасына пойыз жоқ, алыста пойыз бар, соған атпенен де жетектеп, осыны мінгізіп, өзімен өмір сүргізіп, көрген бір қиыншылығында көз отыр ғой. Басқа балдарымен де қиыншылықты көрдік. Енді өсіген оңайшылық, қиыншылық жоқ. Бар, мол, жақсы, қыз да бар, ұл да бар. 13 балалы болған екенмін, Алла тағала берген екен. Бақытты балдарым да бар, жаман емес, жақсымыз. Ертелеп кетіп қалған балдар да бар, не болған болса, Алланың бұйырмысы ғой бар да. Ал енді Кенғали аға, бүгін міне сіздің әулетіңізбен таныстық, анамызбен, бүкіл балаларыңызбен, өзіңіздің мамандығыңыз жөнінде де бір жақсы біліп жатырмыз. Ал енді ел халыққа өзіңіздің тілегіңізді, ықылас, ниетіңізді арнасаңыз. Рахмет, Бүркітінім. Енді Мұнайлы ауданының әкімдік жағынан келіп, сұхбатқа шақырғандарыңызға рахмет. Мен өз көрген білгенімді, өмірімдегі болған осы темір жолмен келатырмыз, темір жолмен бұйыртса кетерміз деген жоспармен жүріп жатырмыз. Енді не қылдаймыз, мына Қазақстан темір жолы сол өмірлік болады, барлық жүктің бәрі, адам тасу бәрі. Сондықтан темір жолдың өмірі ұзақ болады деген өз ойдамын. Енді еліміз енді мына бір жаман індеттен аман сау өтсін деген тілек бар. Той-томалақты азайтып, сақтанып жүру керек деген. Осыны сақтасақ, еліміз аман болады. Анаңғы бір ел айылдарын жамандық болды қатты. Соларды бәріміз көріп біліп, жұрттың бәрі қазір сенді. Сондықтан тек сақтық шарасымен жүруіміз керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дейміз, халқымыз бай болсын дейміз. Ал енді құрметті көрермендер, міне Кенғали әкенің шаңырағында сұхбатта болдық, керемет сұхбат болды. Қазақстан темір жолына 39 жыл, 40 жылдай уақыт өмірін арнаған әулетте мыңда бір рахмет айтамыз. Алланың нұры жаусын, елімізден індет кетіп, жақсылық орнасын, жанұяларыңызда құт береке орнасын. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Біз бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Көп рахмет.